Сәлем, қалың қалай? 2022 жылға қорытынды жасамаған болсаң, онда дәл қазір менімен бірге отырып қорытынды жаса. Қорытынды кімдер жасамады? Яғни өзінің істерін құнсыздандырған кісілер жасамағанына мен сенімдімін. Онда сіз ол қатардан шығыңыз деп айтқым келеді. Себебі өз ісіңізге басымдық пен құндылық беруді ұмытпаңыз. Дәл қазір ручка қаламыңызды алып, 2022 жылы жасаған іс-әрекеттеріңізді есіңізге түсіріп, қағаз бетіне жазсаңыз болады. Немесе есіңізде болмаса, Инстаграм бізде сторис саламыз, сол жерден стористен архивке кіріп, стористерде жалпы жасаған істеріңізді, іс-әрекеттеріңізді жазып шықсаңыз болады. Осы жылы сіз не істедіңіз? Мүмкін сіз бала болсаңыз үйде отырған ана боларсыз, немесе күнделікті жұмысқа барып келіп жүрген, күнделікті іс қайталана беретін тұлға боларсыз, немесе күнделікті сабаққа барып келіп жүрген әлі оқушы боларсыз, немесе студент боларсыз. Бұның ешқандай да маңыздылығы жоқ. Маңыздылығы сіздің ісіңіздің құнды болуы. Бұл жерде қалай біз ісімізге құндылық береміз? Осы жерде мысалы сіз жазасыз: мен күнделікті жұмысқа барып келіп жүрмін. Жұмысқа барып келіп жүргеніммен қоймай, плюс ақша тауып жүрсіз. Және адамдармен дұрыс сөйлесуді білесіз. Адамдармен араласып жүрсіз. Жаңа адамдармен таныстыңыз. Мүмкін жаңа опыттар жинадыңыз жұмыста жүріп. Немесе бір жылға есейдіңіз. Немесе үйде отырған ана болсаңыз, үйде отырдыңыз. Үйде отырғанда құр отырмадыңыз, дәмді бәліштер пісіріп үйрендіңіз. Бала шағаңызға жақсы тәрбие беру мақсатында курстар алып оқыдыңыз. Немесе өзіңіздің дене бітіміңізге қарадыңыз, жаттығу жасадыңыз, крем жағып, телаңызға көңіл бөлдіңіз. Осының барлығын тәшпіштеп, кәдімгідей рет-ретімен қатарымен жазып шығыңыз. Осы нәрселерді істеу арқылы сіз, былайша айтқанда, осы нәрселер уже сізде бар. Яғни осы нәрселер сізде болғандықтан, олар сізде құнды болып есептелінеді. Және де 2023 жылға, осы 2022 жылы бітпей қалған ойларымызды, бітпей қалған істерімізді мақсат ретінде жазып, оларды тезірек дұрыс орындалу және де оларды қалай дұрыс орындау керектігін мен сіздерге келесі видеода көрсететін боламын. Қалай дұрыс мақсат жазу керекпіз, оны қалай бөліктерге бөлу керекпіз, қандай бөліктері бар, дұрыс орындау және дұрыс жету мақсатында. Осыларды мен келесі видеода бөлісетін боламын. Ал қазір сіздерге тапсырма: 2022 жылды қорытындылап, өзіңіздің жасаған барлық ісіңізге құндылық беріңіз, және де 2022-де бітпей қалған ойыңызды, мақсатыңызды 2023 жылға жазып бастап қойсаңыз болады. Егер де сізге видео ұнаса, лайк басып, комментарияға өзіңіздің 2022 жылға қорытындыларыңызбен бөліссеңіз болады, немесе жай ғана комментарий жазып қалдырсаңыз болады. Сау болыңыз.